Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы спайка. Яғни спайка дегеніміз не, жалпы кімдерде кездеседі, қандай белгілері бар, қалай анықтауға болады және қалай арылу керек, ол әйел үшін зиян ба, әлде еш нәрсе етпейді ме деген сұрақтарға жауап беремін. Егер бұл тақырып сіздерге өзекті болса, әрине видеоны соңына дейін көріп, еңбегімді бағалап, лайк немесе дизлайк қойып, өз пікірлеріңіз бен сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, және де ақпарат маңызды десеңіз, өзіңіздің таныс құрбы, яғни қыз-келіншектермен бөліссеңіздер болады. Және де видеоның соңына сіздерге арналған ақпарат бар, сондықтан видеоның соңына дейін көруге ұсыныс беремін. Жалпы спайка дегеніміз ол жабысқақ, қарапайым тілмен айтқан кезде. Мысалға қолыңызға клей жағып алып, абайсызда, оны қолыңызды ажыратуға тырыссаңыз, арасында клейлер бір-бір қолыңыздың ашылуына кедергі жасайды. Дәл сол сияқты біздің ішкі ағзамызда жабысқақтар пайда болады. Ол жабысқақтар жолақтар түрінде, бау немесе жіпшелер түрінде болуы мүмкін. Яғни бұл тек қана жыныс ағзаларында емес, кез келген ағза, яғни мүшеде болуы мүмкін. Сондықтан бұны ескерген дұрыс. Және де бұның именно женский жақта пайда болатын спайкалар ешқандай клиникалық белгілері жоқ, яғни әйел адамды мазаламауы мүмкін. Оны тек қана арнайы тексерістер кезінде, немесе сіз мысалға жүктілікті жоспарлап жүріп, жүктілік болмай жатқан күннің өзінде, немесе қандай да басқа бір дерттің себебінен тексерілуге келген кезде, сол жағдайларда ғана анықталуы мүмкін. Яғни өзіне тән арнайы белгілері жоқ. Тек қана бір аурудың, дерттің немесе басқа бір жақтан іздеп жүрген кезде кездейсоқ анықталып қалатын жағдай болып табылады. Яғни спайка дегеніміз ол клей тәрізді жабысқақтар, қарапайым тілмен айтсақ. Ол жиі кездеседі, осы жыныс ағзалары гинекологияда көбінесе жатырішілік, жабысқақтар спайкалардың болуы, немесе ішек құрсағындағы, құрсақ аймағындағы, және де жыныс түтіктер, аналық без аймақтарында кездесуі мүмкін. Негізгі себептерінің бірі бұл біздің ағзамызға жасалған операциялардың нәтижесінде организмнің беретін жауабы. Яғни операциядан кейін белгілі бір арнайы күтімдер болмаса, немесе операциядан кейін жасау керек, сізге ұсыныстар беріліп, оны жасамасаңыз, өз бетіңізше кетсеңіз, осының нәтижесінде ағза сізге кері жауап ретінде жағымсыз, яғни жабысқақтардың пайда болуымен жауап беруі мүмкін. Яғни спайканың негізгі пайда болатын ең негізгі деген 4 себебі бар, және де көптеген қосымша себептердің нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Ең бірінші жүктілік. Яғни жүктілік босану процесі қандай да бір асқынумен өте. Мысалға, көбінесе ұрық жолдастың шынайы бітісіп өсуі, немесе баланың дұрыс неге келмей, қандай да бір бөліктердің жатыр ішінде қалып қалуына байланысты босанғаннан кейінгі алғашқы 1 ай көлемде, яғни босанып, одан кейін 2-4 аптаның ішінде жатырыңызға қандай да бір тексерістер жасаса, немесе тазалау жүргізілсе, онда осы кезде ең жиі жатыр ішілік спайкалардың пайда болуы мүмкін. Жалпы былай түсіндіре кетейін, не себепті жатыр ішінде жабысқақтар пайда болады. Себебі біздің жатыр қуысымыз ол қуыс, яғни ол жерде шырышты қабатпен көмкерілген. Қалыпты жағдайда жатыр ол баланың мекен ететін ортасы болып табылады. Ол жер не болу керек? Бала үшін комфортны, яғни қолайлы орта мекен болу керек. Сондықтан ол жерде әрбір ай сайын жүктілікке дайындық ретінде шырышты қабат белгілі бір мөлшерде өсіп, дамып, баланы күтіп отырады. Ал жүктілік болмаса, сәйкесінше етеккір түрінде сол ішкі қабаты, шырышты қабаты сылынып түсіп отырады. Енді көбінесе осы босанудан кейін, жаңа айтып өттім, және де екінші негізгі себеп ол түсік тастау, аборт жасату. Яғни жүкті болып жүрген қыз-келіншектердің қалауымен, немесе медициналық көрсеткіштерге байланысты түсік жасау себептері болады. Сол себеп кезінде именно медициналық жолмен жасалатын болса, қырып жасалатын болса, осы
осы себептен спайка пайда болады. Не үшін? Себебі айттым ғой жоғарыда, бала келіп шырышты қабатқа бекінуі керек. Ал аборт жасаған кезде сол жатырдың ішкі қабатын қырады. Қыру дегеніміз тазартып. Ал қырғаннан кейін біздің жатырымыздың ішкі қабатына зақым келетін болса, онда келесі жолы ішкі қабаты дұрыс деңгейде дамып жетілмейді. Ол жер тақыр болғандықтан мысалға жүктілікті жоспарлап жүрген жағдайда көбінесе бала бекіне алмай, жүктілік болмай қалуы мүмкін. Сондықтан көбінесе біз ең алғаш жүкті болған жас қыз-келіншектерге түсікті жасатуға кеңес бермейміз. Аборт жасамауға негізгі себептердің бірі осы жатырға қыру барысында көп зақым келуі мүмкін. Ал зақым келді дегеніміз болашақта жүкті болуға қиындық тудырады. Одан екінші себебі осы жабысқақ спайкалардың пайда болуы. Енді қырып тастадыңыз, ол жерде біздің организміміз бізге ренжу мақсатында және жерде жабысқақтар пайда болуы мүмкін. Бұл қарапайым тілмен түсіндірген кезде. Немесе түсік емес, қандай да бір операция жасалған кезде, ол тек қана міндетті түрде жүктілікті үзу мақсатында емес, кез келген мысалға жатырда қандай да бір түзілістер пайда болған кезде, полип немесе жатырдың қуысында бір ісіктер пайда болған кезде міндетті түрде біз гистероскопия көмегімен арнайы жатырдың ішін диагностикалық мақсатта немесе қырынды жасаймыз, ол не екенін, не үрдіс екенін білу үшін. Сол кезде жатырдың ішкі қабатына зақым келетін болса, сол жағдайда да жүкті болуға қиындық тудырады, одан кейін ол жерде спайкалар пайда болуы мүмкін. Енді үшінші себепке келетін болса, үшінші себеп ол инфекциялық, яғни салқындау, инфекциялық аурулардың себебінен ол жерде микроорганизмдер, вирус болсын, бактерия болсын, қарапайымдар болсын, олар өзінің нәжіс, яғни токсинді улы заттарын бөледі. Олардың барлығы мысалға мұрнымызға, тамағымызға суық тиген кезде, өкпемізге суық тиген кезде бізде не істейді? Организм онымен күресіп, соңғы өнім ретінде жөтел, қақырық, мысалға мұрыннан, тамақтан бөлеміз, соның барлығы қарасаңыздар іріңді, жасыл болады. Олар еще жабысқақ келеді. Дәл сол сияқты жатыр қуысында, іш қуысында қандай да бір инфекция болған кезде, олар да микроорганизмді организм өлтіруге тырысып, иммунитет кіріскен кезде, ол жерде арнайы бөлінділер пайда болады. Олар жабысқақ, соның нәтижесінде сол жерде қалып, тұтқырлығы жоғарылап, жабысқақтар, яғни айналып келген кезде спайкаға айналып кетуі мүмкін. Енді келесі төртінші себеп ол генетикалық жағдай. Егер сіздің туысқандарыңызда қандай да бір осы спайкаға немесе сондай бір ауруларға бейімділік болатын болса, онда осындай түзілістер пайда болуы мүмкін. Және де бұл тек қана жыныс ағзаларында пайда болатын өзгерістерге, операцияларға байланысты емес, кез келген ағзамызда болатын операциялар нәтижесінде спайкалар пайда болуы мүмкін. Мысалға, практикада, медицинада ең жиі кездесетін операция түрі ол аппендицитке жасалатын операция, яғни іш қуысыңызға жасалады. Сол жасалған операциядан кейін асқыну ретінде бізде спайка пайда болуы мүмкін. Яғни спайка деген сол жерде операциядан кейін егер қандай да бір күтім жасалмаса, онда жабысқақтар пайда болады. Енді қандай белгілері бар? Ең бірінші белгісі бұл әйел кісіде не істейді? Етеккір қалыпты келіп жүреді, спайка пайда болғаннан бастап етеккірдің мөлшері азаяды. Кейбір қыз-келіншектерден сұрасаңыздар, бір күн немесе кішкене ғана етеккір келіп, одан кейін тоқтап қалды, яғни 5 мл-дан аспайды деген. Бұл дегеніміз етеккір дұрыс келмейді. Себебі етеккір кезінде шырышты қабат сылынып сыртқа шығуы керек қанды бөлініс кезінде. Ал сіз ойлаңыз, жатырыңыз іші жабысып қалды. Ол шырышты қабат не сыртқа шықпайды, қанды бөлініс ретінде келмейді. Сондықтан спайкасы бар қыз-келіншектердің көбісінде етеккір аз немесе мүлдем жоқ. Екіншісі ол етеккірдің ауырып және де сізге қандай да бір қолайсыз жағдайлармен келуі. Себебі жабысып тұрғаннан кейін жатырдың жиырылуына, одан кейін дұрыс қызмет атқаруына трубалардың, аналық бездердің кедергі жасайды. Одан кейін үшіншісі, ол ең жиі анықталатын жағдай, ол бедеулік, яғни әйел кісінің жүкті бола алмайтын қабілеті. Және де
Бұл жағдайда көбінесе жатыр жабысып тұр, бала келіп бекіну керек, бекіне алмайды, не істейді, нәтижесінде жүктілік болмайды. Және де келесі белгі, ол бел аймағынан төменгі сол спайка пайда болған аймақтардағы ауыру, сыздап ауыру сезімі. Бұл да өз кезегінде жатырдың дұрыс жиырылмауына, немесе сол жерде мысалы инфекциядан пайда болатын болса, сол қабыну ошақтарының пайдалы болуына байланысты ауру сезімін шақыруы мүмкін. Енді диагностикасы қалай анықтаймыз бұны? Ең біріншіден бұл әйел кісінің шағымдарына байланысты. Ең жиі келетін шағымы ол етеккірінің азайып мүлде тоқтап қалуы, одан кейін жүкті бола алмауы, және де оған қандай да бір өмірінде белгілі бір операциялар жасалған, жыныс ағзаларына болсын, іш қуысына болсын. Осылар егер ол әйел кісінің басынан табылатын болса, онда 70% жағдайда спайка деп қоюымызға болады. Одан кейін қалған бөлігінде тексерістер жүргізіп, диагнозды 90-100%-ке нақтылай аламыз. Одан кейін екінші тексеру әдісі ол ең арзан, ең тиімді ультрадыбыстық зерттеу. Яғни жатырдың ішкі қуысын ультрадыбыстық зерттеу арқылы ішінде қандай да бір жабысқақтар бар ма, немесе шырышты қабаттың қалыптыдағы көрінісі мен қалыпсыздағы көрінісін салыстыра отырып анықтауымызға болады. Сондықтан ультрадыбыстық зерттеумен жатырдың ішкі жағындағы нені анықтай аламыз? Спайканы анықтай аламыз. Ал қалған бөліктердегі спайканы ультрадыбыстық зерттеумен анықтау мүмкін емес, және ол анықталмайды да. Ал үшінші әдіс бұл еміде, одан кейін анықтау әдісі де осы ең негізгі спайканың диагностикасы және емі ретінде саналады. Ол лапароскопия. Яғни арнайы құрылғылардың көмегімен біріншіден шынымен де ішінде, жатыр ішінде немесе құрсақ қуысында спайка бар ма, жоқ па, соны арнайы видеокамералармен көреміз аппараттың. Одан кейін егер шынымен де болатын болса, көмекші құралдардың көмегімен солардың барлығын істейміз, кесіп алып тастауға тырысамыз. Бірақ қараңыздар, бұл емі, демек спайканың емі лапароскопияның көмегімен соларды ажырату, жабысып қалған жерлерді. Бұл көбінесе жаңа жүктілікті жоспарлап жүрген кезде, сондай кезде қолданылатын әдіс болып табылады. Одан кейін бұл да лапароскопияда операциялық медициналық араласудың бір түрі болғандықтан, бұдан кейін толық спайкадан жазылып кетемін деген қате тұжырым болмау керек. Себебі бұл да операция болғаннан кейін, бұдан кейін де күтім жасамаса, спайка қайталана береді. Толық 100% кетіп қалады деп айту мүмкін емес. Сондықтан егер жүктілікті жоспарлап жүрсеңіздер, ең бірінші дәрігеріңізбен кеңесе отырып, осы лапароскопияның көмегімен спайкадан бірінші диагностика қойып, одан кейін ем жасасаңыздар болады. Одан кейін міндетті түрде операциядан кейін арнайы күтімдер қажет. Мысалы, жатыр қуысындағы спайкаларды ашатын болса, онда жатыр қуысы қайтадан жабысып қалмасы үшін міндетті түрде арнайы өзінің құрылғылары бар, соларды енгізіп қою керек. Себебі жатыр қайтадан жабысып қалмасы үшін қабырғалар бір-біріне. Ал қайтадан жабысып қалатын болса, онда жүктілікте сәйкесінше болмайды, етекті де дұрыс келмейтін болады. Жалпы спайка туралы осындай. Егер спайкаға байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, төменге қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді оқи отырып, осындай жауап ретінде видео түсіруге тырысамын. Ал сіздерге айтатын видео соңындағы ақпаратым, арнайы телеграмда менің қатысуыммен арнайы осы гинекологиялық ауруларға, жалпы гинекологиялық мәселелер бойынша арнайы чат бар. Сол жерге кіріп, ережелерімен танысып, тіркелсеңіздер болады. Именно осы гинекология, әйел денсаулығына байланысты сұрақтарды, мәселелерді көтеретін боламыз. Видео сонда егер видео ақпаратты болатын болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөліссеңіздер, алдағы уақытта бұйырса Аллахтың қалауымен көптеген видеолар түсіруге тырысамын. Және де видеоның соңына дейін көрсеңіздер, сіздер көбінесе қоятын сұрақтардың барлығын видеоларда ашық түсіндіруге тырысамын. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Сау болыңыздар.